Түрмеден қашып кеткен адамдар туралы көбіне шытырманды көркем және деректі фильмдерден көріп жатамыз. Мысалы, әйгілі Алькатрас абақтысының қашқындары туралы арнамда бөлек ролик бар. Көрмеген болсаңыздар, жоғарыда оң жақта хабарлама шығады, соған басып қарап шығыңыздар. Ал өзіміздің Қазақстанның түрмелерінен қашқандар туралы не білесіз? Бүгінгі видеода өзіміздің түрмелерде болған атышулы қашу оқиғалары туралы айтып беретін боламын. Бәріне сәлем достар, сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік. Ақтау, 2010 жыл. 22 маусым 2010 жыл. Таңғы сағат 4. Қатаң тәртіпті колониядан 21 тұтқын қашып шықпақшы болды. Жарылғыш заттары бар, қаруланған тұтқындар бәрін жақсылап ойластырды. Тек жоғарыда тұрған күзетші жігіт оларға оқ шашатынын ескермеді. Атыс барысында қашқындардың 5-еуі мерт болды. Қалған 16 тұтқын бостандыққа шығып үлгерді. Көп ұзамай арнайы жасақ арнайы операция барысында 3 қашқынның көзін жойып, біреуін тұтқынға алды. Қысқасы, тұтқынға түскен қашқынның көмегімен арнайы жасақ қалған қашқындардың ізіне шыққан. Ресми мәлімдеме бойынша қалған қашқындар атыс барысында көз жұмған. Десек те, тұтқындар қашуға, атыс шабуылға толықтай дайын болған және түрмеге қару-жарақ пен жарылғыш заттардың қалай кіргені белгісіз болып қалды. Қашқындардың барлығы діни экстремистер болған екен. Атырау, 2011 жыл. 12 қаңтар күні таңертең нөмір 9 түрмеден 3 тұтқын қашып кетті. Олардың 2-еуі есірткі сату бойынша сотталған болса, 3-шісі 5 жылға ұрлық үшін түрмеде отырған. Бір тәуліктен кейін олар қаланың жалдамалы пәтерлердің бірінде қолға түсті. Айта кететін жайт, ол пәтерді біреу қашудан бір күн бұрын арнайы жалға алып, дайындап қойған екен. Тергеу барысында түрменің күзетшілері қашқындарға көмектескені анықталып, абақтының 4 жұмыскері бас бостандығынан айырылды. Қарағанды, 2014 жыл. 9 қараша, түскі сағат 3. Қарағанды облысының тергеу изоляторынан 2 ер адам қашып кетеді. Олар ұрлық үшін сотталған болатын. Қашқындар терезенің темір торын шешіп, сыртқа шығып үлгерген. Сосын изолятордың сыртымен тікенді сымдармен қоршалған тосқауылдардан өтіп, қашып кеткен. Қашқындардың біреуіне бостандыққа шығуына 1 жыл 8 ай қалған болса, екіншісіне 3 жыл 6 ай қалған екен. Оларға 7 тәулік ішінде қайта оралсаңдар, кешірім береміз дегенге қарамастан қашқындар оралмады. 3 күн өткесін жалдамалы пәтерде қашқындар қолға түсті. Астана, 2018 жыл. 25 ақпан. Тергеу изоляторының ауласынан бір ер адам қашып кетті. Ұрлық үшін сотталған азамат аулада серуендеп жүріп, бір қабат ғимараттың шатырына шығып, сыртқа қашып үлгерген. Бір тәулік ішінде түнге таман тәртіп сақшылары Жигули маркалы көлікті тоқтатқанда салонда әлгі қашқын отырған. Тұтқындау барысында қашқын қарсылық көрсетпеген екен. Тараз, 2018 жыл. 8 наурыз, шамамен кешкі сағат 7-де. Тұран Әлем банктың жетекшісі Ержан Тәтішевтің өліміне күдікті болған Мұратхан Тоқмади есімді кісі Жамбыл облысының ауруханасынан қашып кетті. Қашу туралы хабарламадан кейін Жамбылдан Шымкент және Алматыға баратын барлық жолдар бекітілді. Тәртіп сақшылары барлық көліктерді мұқият тексерді. Бір күннен кейін қашқынды ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері қолға түсірді. Кейіннен Мұратхан Тоқмади өзінің әрекетінің қателік екенін мойындады. Міне осындай оқиғалар бізде орын алған екен. Осы видео сізге ұнаған болса, лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны мышып кетуді ұмытпаңыздар. Комментарийде қызықты, мазмұнды пікірлеріңізді күтемін. Көріскенше достар.